Баяғыда, жел сыбырлап, жұлдыздар жымыңдаған шақта, бір шағын ауылда Айсұлу деген қыз өмір сүріпті. Айсұлу өте батыл, бірақ бір нәрседен қатты қорқатын, өзінің көлеңкесінен. Кеш батса болды, көлеңкесі ұзарып, артынан ергендей көрініп, қыз қорқып қалатын. Бір күні түнде Айсұлу көлеңкесіне қарап тұрып, «Неге сен мені үнемі қорқытып жүресің?» деп сыбырлап сұрапты. Сонда күтпеген жерден көлеңкесі қозғалып, жауап беріпті. «Мен сені қорқытпаймын, мен сені қорғап жүремін. Сенің жаныңда жүрген себебім, сен жалғыз қалмасын» деп жауап беріпті. Айсұлу таң қалып, «Менің көлеңкем сөйлей алады ма?» депті. Көлеңке күліп, «Әр адамның көлеңкесі сөйлей алады, тек көбісі тыңдамайды» дейді. Осылайша Айсұлу мен көлеңке күн сайын сырласып, достасып кетіпті. Бір күні ауылға үлкен дауыл келіп, жел шатырларды жұлып, қара бұлт күнді жасырған сәтте, көлеңке Айсұлуды қауіптен алып қалыпты. Ол қызды орманға қарай жол көрсетіп, қауіпсіз жерге жеткізген. Таң ата дауыл басылғанда, Айсұлу көлеңкесіне, «Рахмет, сен менің ең жақсы досымсың» депті. Содан бері Айсұлу еш нәрседен қорықпайды. Өйткені ол біледі, көлеңке қорқынышты емес, сенің өмір бойы бірге жүретін ең адал қорғаушың. Балалар, осымен ертегі сендерге ұнаса, менің арнама жазылып, қоңырауша белгісін басып қойыңдар.